Taqырымыз Австралиядағы алапат өрт. Өрттің масштабы және қатерлерін түсіну. Өрт шарпыған аудандар. Австралияның жаңа оңтүстік Уэльс деп аталатын штатының аумағынан басталған өрт бүгінге дейін 2000-ға жуық үйдің 3000-нан астам әкімшілік ғимараттың күлін ғана қалдырды. 8 миллион гектар алқап күлге айналды. Бұл өрт 2019 жылдың қыркүйегінен бастап 2020 жылдың қаңтар айына дейін созылған болатын. Шығын 3 ай бұрын тұтанған тілсіз жаудың кесірінен 30 мыңға жуық адам қаза тапса, ондаған адам із-түзсіз жоғалып кетті. 500 миллиондай аң құс жалындаған өрттің ортасында қалды. Сидней университетіндегі экологиялық орталықтың мәлімдеуінше 8000 коала өртке оранған. Экологиялық апат. Австралия премьер-министрі Скотт Маррисонның мәлімдеуінше өрттің шығуына елдегі жоғары температура мен құрғақшылық себеп болған. 4 қаңтар күні елдегі ауа температурасы +47,3 градусты көрсетті. Мұндай жоғары температура Австралияда соңғы рет осыдан 75 жыл бұрын тіркелді. Метеоролог мамандар мәңгі жасыл құрлықтағы өрттің шығуын ғаламдық жылынумен байланыстыруда. Өрттің себептері және климаттық факторлар. Екі себеп: табиғи фактор, климаттық өзгерістер. Табиғи факторлар: ауа температурасының жоғары болуы, рекордтық ыстықтар, құрғақшылық және ылғалдылықтың төмендігі, қатты желдер, жануға бейім өсімдіктердің көп түрлілігі, соның ішінде эвкалипт ағаштары. Климаттық өзгерістер: жыл сайынғы температураның өсуі, ұлттық үлесінің өзгеруі, экстремалды климат аймақтарының ұлғаюы. Өртке қарсы күрес және қоршаған институттар. Күрес және қайта қалпына келтіру. Ең бірінші өрт сөндірушілердің жұмысын, еріктілердің маңызы, жануарларды құтқару және емдеу, қайта қалпына келтіру жұмыстарына бағытталған қорлар. Еріктіліктің қызмет құруы. Миллиондаған еріктілер өртті сөндіру кезінде көмектеседі. Олар физикалық жағынан қатерге ұшырап, ортасында жүргенде жүректерімен сезініп, құрбандарды құтқару мақсатында жұмыс істеді. Австралияның үкімет басшысы Скотт Маррисон резервтегі 3000-ға жуық әскери қызметтегі адамдарды жұмылдырды. Сондай-ақ кенгурулардың бірнеше түрі жойылып кетуі мүмкін. Жануарлар мен жәндіктердің өте сирек кездесетін түрлері мекен ететін Флиндерс Чейз паркі түгел өртке оранған. Жануарлардан бөлек өсімдіктердің бірнеше жойылып кетуі мүмкін. Шамамен осыдан 180 миллион жыл бұрын қалыптаса бастаған Гондвана тропикалық орманы да өрттің ортасында қалды. Премьер-министр Скотт Маррисон өртті сөндіруге мемлекет тарапынан 23 миллион Австралия долларының бөлінгенін хабарлады. Бұл шамамен 16,2 миллион ақш долларына тең. Ал апатта жапа шеккен азаматтарға кәсіптері мен үйлерін қайта тұрғызу үшін әрқайсысына 4200 ақш доллар көлемінде өтемақы төленеді. Сонымен бірге еріктілер тобы көмекке шақырылған. Алдағы қадамдар: климаттың өзгеруін басқаруға бағытталған шаралар, өрт қаупін азайту, бақыланатын өрттеулер, отын жүктемелерін азайту, тұрғындарды оқыту және дағдарысқа дайындау.